Жігіттер, айдың күннің аманында қалайша 20 миллион теңгеден айырылып қалып отырсыздар? Бұлай ғой, жүргізуші мырза, біздің жездеміз 20 миллион теңгені алып кетті. Біз негізі өзіміздің үйрек асыраумен алсамыз да, үйректің орысшасы қандай еді? Умка ма еді? Қандай? Утка. Утка. Үйде уткамен жездеміз ғана болған. Біздің ойымызша утка әкеткен жоқ оны. Болмаса утка кетіп қалды. 20 миллион теңгені утка қалай әкетеді? Аузында бияқ деп атып Жездеміз әкеткен ғой, біліп отырмын ғой. Жігіттер, сабыр сақтайық, тақырыпқа тұздық болсын. Студияға мен, сарапшы маман, сексологты шақырамын. Сексолог мырза. Бесмейді. Жоқ енді 20 миллион болғанда ше сен бардым. Абайлаңыз, жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты не айтасыз? Негізі сексологтың керегі жоқ еді. Жоқ. Бұл жерде 20 миллион теңге Жоқ, туралы. мен біліп алайын. Енді сенде ол жезделен 20 миллионды ұрлап кетті ма, періп кетті ма, не қылды өзі? Жоқ, ұрлап кетті. Ұрлап кетті ма? Періп кетсе, онда өзім шаруам еді, білмейм еді. Жақсы, нақтысын бір білсе, Жездуханын өзі біледі. Көреміз бағдарламасы арнайы Шымкент қаласына барып, Жездуханы іздеп тапты. Ендеше студияда Жездуха. Жігіттер, абайлаймыз. Қол көтермейміз бір-бірімізге. Мәдениет сақтайық. Тексіндір ме? Не болды? Қанат мырза, қош келдіңіз. Бұл айып па, әлде рас па? 20 миллион қайда? Менде? Мен пальделік берен деп алдым ғой сендегі 20 миллион. Елден берем ғой. Естен шығып кетті ғой. Қарызға берген екенбіз ғой айтпақшы. Ойса, болмайды, түйме дейді, түйеді ғой, бағдарламаға келіп отырсыңдар ма? Бұларға рейтинг болса болды да, ел жұрттың бәріне позор шығар. Сексуалдық неге бар бұл жерге мысалға? Сексуальный проблема отқан жоқ қой бұл жерде. Ай өттіз. Бітіресаңыз бағдарламаны. Ең кез Жаты болады. Шыны ма?